араб тілін білмейді кейбір адамдар. Мысалы бас муфти да білмейді. Ол кісі қалай мысалы неге келіп отыр? Енді мен ол туралы да бір мақаламда жазғанмын. Жалпы бізде президенттікке түскен кандидаттардың өзі мемлекеттік тілден емтихан тапсырады. Яғни бір комиссияның алдына кіріп, өзінің бағанағы мемлекеттік тілді меңгеру деңгейін сол жерден сынақтан өтеді. Тура сол секілді бағана айтып кеттім ғой. Модернизация, реформа жүргізген кезде осылай әкімшілік бір жарғыға бір пункттарды енгізу керек. Яғни осындай діни ең жоғары діни лауазымға, діни құзыретке кандидат болған адам міндетті түрде белгілі бір ғалымдардың алдына кіріп, тіл, ақида, фикх, хадис, Құран, бағана тәпсір, басқа да пәндерден емтихан тапсыру керек деп ойлаймын. Сондай бір сынақтан өту керек. Сол кезде біз мына шетелдің ғалымдарынан ұялмаймыз да. Мен сізге ашық айтайын, мен оны мақаламда да жариялаймын. Кейде өте ұятты болып қаламыз. Бағана үлкен жиындар болады. Сол кезде біздің дініміздің басында жүрген тұлғалар Құран оқи бастайды. Құран оқыған кезде қате жасайды. Бізде елімізде бірде-бір чиновник бағанағыдай дін бұл кісі Құранды дұрыс оқып жатыр ма, қате оқып жатыр ма, оның деңгейін біле алмайды. Оны білетіндер сол ислам танушылар мен дін танушылар. Олар оқыған кезде қате жібереді, немесе бір хадистен қате жібереді. Сосын сол шеттен келген қонақтардың алдында біз ұялып отырамыз. Көрдіңіз бе? Осындай ұят жағдайлар болады. Мен сізге айтайын. Мен бір Құран сабағынан сабақ берген мұғалім ретінде айтып отырмын сізге. Ақида тұрғысынан, басқа да діни пәндерден сабақ беріп жүрген бағанағы мұғалім ретінде, ұстаз ретінде сізге айтайын, кейде өте ұятты жағдайда қалып қаламыз. Өте бір медресе деңгейіндегі баланың жібермейтін қатесін біздің ең жоғары лауазымдағы діни қызметкерлер жіберіп жатады. Үлкен көпшілік алдында, бағанағы көрші елдердің муфтилерінің алдында осындай жағдайларға түсіп жатамыз. Сондықтан осыны алдын алу керек. Ел үшін ұят кейде. Көрдіңіз бе? Кейде сұрау мүмкін ғой, мына кісілерде өзі тіпті Құранды дұрыс оқитын адам жоқ па дегендей бір сұрақтар туындайды ғой мысалға. Сондықтан осы деңгейіміз осындай болғанша бізге діни экспансияға кіреді, бізде әртүрлі жамағаттар өз қызметін атқарады. Себебі оларға жауап беретін деңгейде бізде бағанағыдай жоғары діни тұлғалар жоқ болып тұр. Болған тұлғаларды керісінше бағанағы саладан ығыстыру деген саясат пайда болды да. Болған тұлғалардың өзін өте бір құзыретті, бағанағыдай білімді, білікті әлемдік деңгейде мысалға пікір айта алатын, Құран оқи алатын, немесе басқа да бір ислами дисциплиналар бойынша бір жетік меңгерген тұлғаларды керісінше саладан ығыстыру, оларды бір айыптау, оларды бір бағанағы шетелдің агенті секілді бір өсек тарату арқылы осындай бір әрекеттер байқалуда діни салада. Сондықтан бұл проблема шешілмейді. Және бұл жамағатымызға осы тұлғалар ие болмаса, мен сізге айтайын, сол шеттен қауіп жалғаса береді. Біздің жастарымыз кеше Сирияға кетті, Иракқа кетті, енді басқа да одан бұрын Кавказға кетті. Көрдіңіз бе? Одан бұрын Ауғанстан, Вазиристанға барып жүрді. Осылай жалғаса бермейді. Өкінішке орай.